Бізге не үшін ықылық тиеді? Себебі бізде кезбе нерв деп аталатын нерв болады. Ол іштің жоғарғы стенкасы мен диафрагманың төменгі стенкасының аралығында орналасады. Яғни ол жерде ол қысылып қалады. Қалай қысылады? Мысалы біз тез су ішіп қойғанда, асығыстықпен тамақ жегенде, сол кезде ол нерв қысылады. Ол ары қарай миға сигнал бере бастайды, артынан бізге ықылық тиеді. Ықылықты кетіру үшін біз максимально тілді шығарып және көп ауа жұтуға тырысу қажет. Ол жердегі қысымды төмендету үшін.